Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейник тортының рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті сары май, жұмыртқа, қант, сүт, уксус, ас содасы және ұн. Қанша мөлшерде креміне жұмсақ сары май, сгущенка және вареный сгущенка қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Кейін піскен қамырымызды қолдың көмегімен үгітеміз. Оқтаудың көмегімен де үгітіп алсаңыздар болады. Ортасында ірілері де, ұсақтары да болуы қажет. Кейін дайын болған соң барлығын кремге салып, жақсылап араластырамыз. Кейін форма жасау үшін кішкене стаканды пайдалансаңыздар болады. Мен осылай бутылканың қақпағын пайдаланып, бетіне кунжут немесе кокосовый стружка, шоколад қойып әрлеулеріңізге болады. Муравейник тортымыз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған салтанат. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.